Алматының ең бай кәсіпкерлерінің бірі Серік Мырза. Оның жұбайы Күләш бүкіл әулетке беделді, сөзі өтімді әйел болатын. Жалғыз ұлы Асланды кішкентайынан байдың баласы деп өсірді. Сондықтан Күләштің арманы ұлын дәл өздері сияқты дәулетті әулеттің қызына үйлендіру. Бір күні кешкі ас үстінде Күләш сөз бастады. Аслан, Ермек ағайдың қызы шетелде оқып келіпті. Әдемі, білімді, ең бастысы текті жердің қызы. Осы сендерді таныстырсақ деп отырмыз. Аслан күлімсіреп: анашым, менің сүйетін қызым бар. Үстел үсті үнсіз қалды. Кім? Деді Күләш қабағын түйіп. Есімі Айсәуле, қарапайым отбасының қызы. Мектепте мұғалім болып жұмыс істейді. Күләштің жүзі бірден өзгерді. Не дедің? Мұғалім? Байдың баласына мұғалім керек пе? Бізге тең емес отбасыдан қыз алып келмекшісің бе? Серік Мырза үндемей ұлына қарап отырды. Анашым, мен оны жақсы көремін. Оның тәрбиесі, мінезі мен үшін бәрінен қымбат. Махаббатпен қарын тоймайды, деп Күләш орнынан тұрды. Ертең өкінесің. Сол күні кешке Аслан Айсәулемен кездесуге келді. Айсәуле, анам қарсы болып жатыр. Айсәуле төмен қарады. Мен соны сезгенмін. Егер отбасын қабылдамаса, мен сенің жолыңды бөгемеймін. Жоқ, мен ешқашан сенен бас тартпаймын. Айсәулемен көзіне жас келді. Онда біз бәрін бірге жеңеміз. Арада бір ай өтті. 2 жас жарын ғана той жасап, некелерін қидырды. Күләш амалсыздан тойға келгенімен жүзінен қуаныш байқалмады. Қонақтар келінді мақтап жатты. Қандай ибалы қыз, сәлем салуы қандай әдемі, өте тәрбиелі екен. Бірақ Күләштің көңілі жібімеді. Көрерміз, әзірге бәрі жақсы болып көрінеді, деді ол ішінен. Келесі күні Айсәуле жаңа шаңырақтың табалдырығын аттады. Таңғы сағат 6-да тұрып, шай қойды. Үйді жинап, дастархан әзірледі. Күләш ас үйге кіріп келді. Шайды бұлай демдемейді. Айсәуле жымиып: кешіріңіз апа, келесіде жақсырақ жасаймын. Етті де дұрыс турамағансың. Үйретсеңіз үйренемін. Күләш үндемей шығып кетті. Ол келіннің қарсы жауап бермегеніне таңғалды. Түсте көрші Роза келді. Ей, Күләш, келінің қандай екен? Әзірге тыныш, бірақ бәрі алғашында сондай болады. Байқа, қазіргі келіндер басқаша. Екеуі ұзақ әңгімелесті. Айсәуле сыртта естіп тұрса да ештеңе демеді. Кешке Серік Мырза келініне қарап: қызым, бүгін шаршаған шығарсың? Жоқ әке, бұл менің міндетім. Жарайсың. Күләш бұл сөзге жақтырмай қарап қалды. Бір күнде мақтап үлгердіңіз бе? Серік сабырмен, адамды уақыт көрсетеді. Түнде Күләш жалғыз отырып ойланды. Егер осы қыз шынымен бәрінің сеніміне кіріп кетсе ше? Жоқ, мен оның қандай адам екенін анықтауым керек. Ол ертеңнен бастап келінін сынаудың жоспарын құра бастады. Ал Айсәуле болса, ештеңеден бейхабар, жаңа отбасының ықыласына бөленемін деп үміттеніп ұйықтап жатты. Айсәуле бұл үйге келін болып түскеніне небәрі 3 күн болған. Таңғы сағат 5-те тұрып, намазын оқып, ас үйге кірді. Шайды демдеп, бауырсақ пісіріп дастархан жайды. Ол ас үйде жүргенде Күләш есіктің саңылауынан бәрін бақылап тұрды. Әлі ақша шайды, бүгінгі күнне дейін ғана шыдайды, деп күбірледі. Аздан соң бәрі таңғы асқа жиналды. Ас болсын, деді Айсәуле. Серік Мырза бауырсақтан ауыз тиіп: дәмі керемет екен қызым. Рахмет әке. Аслан да күлімсіреп: Айсәуле бала кезінен анасынан тамақ жасауды үйренген. Күләш қабағын түйіп: меніңше тұз аздау екен. Айсәуле бірден: кешіріңіз апа, келесі жолы ескеремін. Түске қарай Күләш келінін шақырды. Айсәуле, бүгін кешке өте сыйлы қонақтар келеді. Бүкіл дастарханды өзің әзірлейсің. Жарайды апа. Ет аса білесің де? Білемін. Бешбармақ, қазы, жалжая, бауырсақ, салат, тәтті бәрі дайын болуы керек. Алла қаласа бәрін үлгеремін. Күләш ішінен күліп қойды. Әдейі осынша жұмысты жүктедім, енді қателессе болды. Айсәуле бір өзі үйдің жұмысын бастап кетті. Етті жуып қазанға салды. Қамыр илеп, көкөніс турады. Ас үйдің іші ыстық, бірақ ол бір ретте шағымданған жоқ. Осы кезде Мадина кірді. Жеңеше, көмектесейін бе? Жоқ, рахмет, бірақ бірге істесек тезірек болады. Мадина алғашында тосылып қалды. Өйткені анасы: келінім жұмысын араласпа, өз үйренсін, деп айтқан болатын. Дегенмен ол алжапқышын киіп: жарайды, бірге жасайық. Екеуі күліп жүріп дастарханды әзірледі. Кешке қонақтар келді. Күләш барлығына мақтанып, бүгінгі асты келінім дайындады. Ішінен болса, қазір ұятқа қалады. Қонақтар еттен ауыз тиді. Бірінші болып ауылдың қадірлі ақсақалы сөз сөйледі. Келіннің қолы өте дәмді екен. Екінші қонақ: қамыр шыры жұп жұмсақ екен. Үшінші әйел:
Осындай келін әр үйге бұйырсын. Күләштің жүзіне күлкі үйірілмеді. Қонақтар тараған соң Күләш ас үйге кірді. Бүгін жолың болды, бірақ мен сені әлі сынаймын. Айсәуле сабырмен: апа, мен сізбен жарысуға келген жоқпын. Мен осы шаңырақтың қызы болуға келдім. Күләш үндемей сыртқа шығып кетті. Түн ортасында Күләш күтпеген шешім қабылдады. Ол бөлмесіне кіріп, сандықтағы алтын білезігін алып шықты. Ертең осы білезікті тығып қоямын. Үйдің бәрі іздейді. Сонда келіннің қандай адам екенін көреріз. Ол білезікті қолына қысып, жымиып қойды. Егер кінәсі болса, ақталып шығар. Ал егер... Сол сәтте есік сыртында біреудің тұрғанын Күләш байқамады. Қараңғы дәлізде Мадина анасының соңғы сөздерін естіп қалып, қатты таңырқап тұр еді. Таң ата салысымен Күләш ерте оянды. Кешегі ойы түні бойы маза бермеген еді. Бүгін бәрі анықталады деді ол өз-өзіне. Сандықтан алтын білезігін алып, ешкім көрмейтіндей етіп Айсәуленің бөлмесіндегі киім салынған сөренің артына тығып қойды. Сосын ештеңе болмағандай ас үйге кірді. Айсәуле әдеттегідей ерте тұрып таңғы асты дайындап жатқан. Қайырлы таң, апа. Иә, деді Күләш салқын ғана. Таңғы астан кейін Күләш кенеттен қатты дауыстап жіберді. Ойбай, менің алтын білезігім жоқ, үйдің бәрі жүгіріп келді. Қалай жоқ, деді сер. Кеше ғана сандыққа салып қойғанмын. Аслан таңырқап: іздеп көрдіңіз бе? Бүкіл бөлмені ақтардым. Жоқ. Осы кезде көрші Роза да кіріп келді. Не болып қалды? Алтын білезігім жоғалды. Роза бірден күмәндана сөйледі. Үйге жаңа адам келді ғой. Айсәуле бұл сөздің өзіне арналғанын бірден түсінді. Апа, мен ештеңе алған жоқпын. Күләш ауыр күрсінді. Онда бәріміздің бөлмемізді қарайық. Үйдің барлық бөлмесін қарай бастады. Алдымен Серіктің бөлмесі. Ештеңе табылмады. Сосын Мадинаның бөлмесі. Онда да жоқ. Ең соңында Айсәуленің бөлмесіне кірді. Күләш шкафтың артына қолын созып, кенет: міне, білезігім. Бөлмеде үнсіздік орнады. Роза таңғалып: ей, міне, қайда жатқан екен? Күләш Айсәулеге қадала қарады. Бұған не дейсің? Айсәуленің жүзі бозарып кетті. Мен оны өмірімде көрген емеспін. Аслан да сенбей қалды. Айсәуле, Аслан, сен де маған сенбей тұрсың ба? Ол не айтарын білмеді. Сол сәтте дәлізден Мадина кіріп келді. Тоқтаңыздар. Бәрі оған қарады. Бұл білезікті Айсәуле алған жоқ. Қайдан білесің, деді Күләш. Себебі кешетінде сіздің өзіңізді көрдім. Күләш селк ете қалды. Не айтып тұрсың? Сіз білезікті өзіңіз алып, ертең келінді сынаймын деп айттыңыз. Үй ішін үнсіздік басты. Серік мырза ауыр күрсінді. Күләш, рас па? Күләш үндемеді. Айтыңыз. Бірнеше секундтан кейін Күләш басын төмен түсірді. Иә, мен тек сынағым келген. Айсәуленің көзіне жас үйірілді. Апа, егер мен сізге ұнамасам, соны ашық айтыңыз. Бірақ ұра атанатындай не жаздым? Серік мырза орнынан тұрып: Күләш, бұл үлкен қателік болды. Біреудің абыройымен ойнауға болмайды. Аслан да анасына қарап: анашым, Айсәуле бұл үйге адал ниетпен келді. Оған осылай қарауымыз дұрыс емес. Күләш ештеңе демеді, бірақ жүрегінде намысы мен өкініші арпалысып жатты. Кешке қарай Айсәуле аулаға жалғыз шықты. Көзінен аттан жасты ешкімге көрсеткісі келмеді. Оның қасына Серік келді. Қызым, кешір бізді. Әке, мен бұл үйді тастап кеткім келмейді. Мен тек осы әулеттің бір мүшесі болғым келеді. Серік оның сөзінен кейін іштей келінінің қандай мықты жан екенін түсінді. Ал алыстан Күләш бәрін үнсіз бақылап тұрды. Ол өзінің жоспары іске аспағанына емес, ұлы мен күйеуінің алғаш рет өзіне қарсы сөйлегеніне қатты күйінді. Сол сәтте оның телефоны шырылдады. Алло? Телефонның ар жағынан белгісіз әйел. Күләш ханым, сіздің өткен өміріңізге қатысты бір құпияны білемін. Егер ертең кездесуге келмесеңіз, оны бүкіл отбасыңыз еститін болады. Күләштің өңі қашып кетті. Сіз кімсіз? Бірақ телефон тұтқасы үнсіз қалды. Келесі бөлімде Күләштің өткен өміріне қатысты жұмбақ құпия ашыла бастайды. Ал бұл оқиға бүкіл отбасының тағдырын өзгертетін үлкен тартыстың бастамасына айналады. Түн бойы Күләштің көзіне ұйқы кірмеді. Белгісіз әйелдің қоңырауы көңілін алай-дүлей етті. Өткен өміріңізге қатысты құпия. Бұл кім болды екен? Деп қайта-қайта ойлады. Таңертеңге әдеттегідей қатал кейіп танытқанымен ішін үрей билеп тұрды. Айсәуле шайын дайындап, дастарханды жайып қойған еді. Апа, шай дайын. Қоя тұр, тәбетім жоқ, деді Күләш. Серік жұбайының мазасыз екенін байқап, бірдеңе болып қалды ма? Жоқ, жай ғана басым ауырып тұр. Түске қарай Күләш ешкімге айтпай үйден шығып кетті. Қаланың шетіндегі шағын дәмханаға келіп, бұрыштағы үстелге отырды.
Бірнеше минуттан кейін қара киінген орта жастағы әйел кірді. Сәлеметсіз бе, Күләш? Сіз кімсіз? Мен танымадыңыз ба? Мен Зәмзәгүл. Күләш орнынан атып тұрды. Сен? Иә, арада 25 жыл өтті. Зәмзәгүлдің жүзі мұңға толы еді. Мен саған жамандық жасау үшін келген жоқпын, бірақ өткенді ұмыта алмай жүрмін. Күләш үнсіз қалды. Осы кезде үйде Айсәуле мен Серік дастархан басында әңгімелесіп отырды. Қызым, көңілің қалай? Жақсы әке. Кеше болған жағдайдан кейін анаңа ренжіп қалған шығарсың. Ренжідім, бірақ мен оны жек көргім келмейді. Ол Асланның анасы. Бір күні мені түсінетініне сенемін. Серік жымиып. Сенің сабырың көп адамда жоқ. Мадина да сөзге араласты. Жеңенеше, кешегі жағдай үшін мен де кешірім сұраймын. Сен ештеңеге кінәлі емессің. Осы сәттен бастап Мадина Айсәулеге бұрынғыдан да жақындай түсті. Ал дәмханада Зәмзәгүл сөмкесінен ескі суретті шығарды. Суретте жас Күләш пен тағы бір қыз күлімдеп тұр. Есіңде ме? Біз бір ауылда бірге өстік. Есімде. Сонда сенің бір ғана арманың бар еді. Бай жігітке тұрмысқа шығу. Күләш көзін төмен салды. Өткенді қозғама. Қозғаймын. Себебі сен сол кезде Серікті менен тартып алдым. Күләш үнсіз қалды. Мен Серікті жақсы көрдім, бірақ сен оның ата-анасына өтірік айтып, мен туралы жалған сөз тараттың. Соның кесірінен біз айырылыстық. Күләштің қолы дірілдей бастады. Енді мұным не керегі бар? Себебі сен дәл сол қателікті тағы қайталап жатырсың. Айсәулені де өзіне лайық емес деп қорлап жүрсің. Бұл менің отбасым. Жоқ, бұл сенің тәкаппарлығың. Күләш үйге көңілсіз оралды. Үйдің ауласында Айсәуле гүлдерді суарып жүр екен. Апа, келдіңіз бе? Иә, Айсәуле күлімсіреп. Шай қойып жіберейін бе? Күләш алғаш рет келініне ұзақ қарап тұрды. Ол Зәмзәгүлдің сөздерін есіне алды. Сен дәл сол қателікті қайталап жатырсың. Бірақ тәкаппарлығы оны райынан қайтара қоймады. Қажет жоқ, деп үйге кіріп кетті. Кешкісін Аслан жұмыстан ерте келді. Айсәуле, ертең компаниямыздың мерейтойы. Бүкіл серіктестер келеді. Сен де менімен барасың. Айсәуле қуанып кетті. Рас па? Әрине, сен менің жарымсың. Олардың әңгімесін Күләш естіп тұрды. Жоқ, ол тойға бармау керек. Неге, анашым? Ол ондай ортаны білмейді. Бізді ұятқа қалдырады. Аслан алғаш рет анасымен қаттырақ сөйлесті. Анашым, жеткілікті. Айсәуле менің әйелім. Оны ешкім төмендете алмайды. Күләш үндемей қалды, бірақ оның ішінде жаңа жоспар пісіп келе жатты. Егер бұл қызды үйде жем алмасам, елдің алдында масқара қыламын. Сол түні ол біреуге телефон соқты. Алло, ертең кешкі банкетке міндетті түрде келіңіз. Сізге бір жұмысым бар. Телефонның ар жағындағы адам. Уайымдамаңыз, ертең бәрі сіз айтқандай болады. Күләш телефонды қойып, терезеден сыртқа ұзақ қарады. Ал ертеңгі кеш бұл отбасының өмірін тағы да өзгертетінін ешкім сезген жоқ. Компанияның мерейтойы өтетін күнде келді. Бұл Серік мырзаның 30 жылдық еңбегінің құрметіне ұйымдастырылған үлкен кеш еді. Зәулім мейрамханаға еліміздің түкпір-түкпірінен кәсіпкерлер, әріптестер мен қадірлі қонақтар жиналмақ. Таңертеңнен бастап үйде қарбалас басталды. Айсәуле қарапайым ғана көк түсті ұзын көйлек киіп шықты. Шашын жинақ етіп түйіп, жеңіл ғана әшекей таққан. Оны көрген Аслан таңданысын жасыра алмады. Айсәуле, бүгін ерекше әдемісің. Рахмет, тек ешкімнің көңілін қалдырмасам екен. Аслан оның қолынан ұстап. Сен өзім болғаным жеткілікті. Бұрышта тұрған Күләш екеуін үнсіз бақылап тұрды. Бүгін бәрі өзгереді, деді ол ішінен. Бір сағаттан кейін үйге сән салонының қызметкері келді. Күләш ханым, сіз шақырдыңыз ба? Иә, ал кімге қызмет көрсетеміз? Маған емес. Күләш Айсәулеге бұрылды. Сенің көйлегің бұл кешке жарамайды. Мына көйлекті киесің. Ол қымбат, бірақ өте ашық үлгідегі көйлекті көрсетті. Айсәуле сыпайы ғана басын шайқады. Кешіріңіз апа, мен өзіңді ыңғайлы сезінетін киіммен барғанды жөн көрем. Сонда менің таңдауымды қабылдамайсың ба? Сізді құрметтеймін, бірақ бұл менің ұстанымыма сай емес. Күләш ашуын әрең басты. Жарайды. Кеш басталды. Мейрамхана іші адамға лық толы. Серік мырза мінберге шығып, келген қонақтарға алғысын айтты. Көпшілік қол соқты. Осы кезде жүргізуші: "Енді Серік мырзаның отбасы мүшелерін қарсы алайық", деді. Аслан мен Айсәуле бірге сахнаға көтерілді. Қонақтардың көбі сыбырласып жатты. Мынау жаңа келіні шығар. Өте ибалы екен. Киімі де жарасынды. Күләш мұны естіген сайын қабағы түйіле түсті. Бір кезде Күләш алдын ала шақырған әйел Гүлнар келді. Ол қаладағы танымал кәсіпкердің жұбайы болатын.
Күләш уайымдама, қазір келініңді жұрттың алдында сөйлетемін, ұялып қалады. Күләш басын изеді, Гүлнар Айсәулеге жақындады. Қарағым, естідім, ауыл мектебінде мұғалім болыпсың. Иә, онда мынадай ортада өзіңді қалай сезініп тұрсың? Байлардың арасында жүру оңай емес шығар. Залда отырғандар үнсіз тыңдай бастады. Айсәуле жымиып жауап берді. Адамның байлығы қалтасымен емес, тәрбиесімен өлшенеді. Ал жақсы тәрбие кез келген ортада